Аты жөнім Самал Советханова. Мен Бустер орталығы туралы ең алдымен өзімнің коллегам Айгерім Стамбекованадан білдім. Ол кісінің екі ұлы осы центрға келген болатын. Одан кейін ол кісінің үлкен ұлы Петропавл қаласындағы неге түсті, оқуға түсті. Мен сол кезде как раз екі балама, Мансұр мен Заңғарға орталық іздеп жүрдім. Өйткені екі баланы үйде оқыту маған өте қиын болды. Одан кейін біз Бустер орталығына консультацияға келдік ең алғаш кезінде. Өйткені менде екінші жылым Заңғардың сабағы төменде болды. Еркелеу болғаннан кейін ол үйде оқығысы келмеді. Мен өзім педагог болмағаннан кейін ол балаға түсіндіре алмадым. Үлкен ұлым ол орыс тілінде болғандықтан, оған да қазақ тілінде сабақ қарау өте қиын болды. Және ол үлкен ұлымның репетиторы декретке кететін болғаннан кейін біз уже тез арада іздей бастадық. Қосымша беретін кісі. Біз бұнда келгенде Семей қаласынікі болды. Өзіміздің жерлесіміз Индира деген менеджер бізді қабылдап алды. Келген кезде бізді өте жылы қабылдады. Барлығын түсіндірді. Балаларын дұрыс енді үйде қарай алмайтын, мен сияқты педагог емес ата-аналарға мен негізі рекомендация беремін. Және біраз таныстарыма да айттым, көбі ойланып жүр, келіп жатқан балалар да бар екен. Негізі өзім Бустер орталығын түсіндірем басқа ата-аналарға да. Мен жеке басым мен Мансұрдың мұғалімдері ауысып оқытады, сондықтан мұғалімдермен жеке шыққан жоқпын, только бізге ментормен ғана хабарласып отырамыз. Алина деген ментор бар. Ол кісі жақсы, постоянно ескертіп отырады. Мысалы үшін қандай да бір ол кісі маған бірезген айтты, что Мансұр продленкаға қатыспай жүр деп. Одан кейін мен ол кісіге айттым, жоқ қатыссын, мен специально сағат 8-де жіберем деп. Одан кейін Алина ментор постоянно балаларды қадағалап отырады. Сабақтан ерте шыққан жағдайда мысалы үшін үйге ерте қайтармайды. Қандай да мероприятие кезінде бізге алдын ала ескертіледі. Гүлназ Амантаевнамен біз тығыз байланыстамыз. Ол кісі постоянно айтып отырады, Заңғардың сабағы қандай, қай сабақтан ақсап жатыр, қай жерден дополнительно оқыту керек. БЖБ, ТЖБ тапсырған күнде ол менен сұрайды. Мұғалімнен қайтадан кері байланысқа шығыңызшы, қай жерден қате кетті, мен сол жермен жұмыс істетейін деп. Және ол Гүлназ Амантаевна лично Заңғарға жеке подход тапты. Қалай оқыту керек екен, қалай алдау керек екен. Ол соңында мұғалім үшін қызығып келетін болды. Сондықтан Гүлназ Амантаевна өте кішкентай балаларға өте жақсы қарайды, және жеке подход таба алады. Әр балаға жеке подход жасап, видео, фото постоянно жіберіп отырады бізге.